Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ана тілі ұлт байлығы. Сабақтың мақсаты: тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Тыңдалым мәтіні. Оқулықтың 4-ші беті, 1-ші тапсырма. Ана тілі. Ана десем, ана тілі ойға оралар. Баладай қуанарсың, тойға барар. Тыңдасаң, көняңыздан көркем нақыл, ол жамда қаншығама байлап алар. Тере білсек, бір-бір ауыз қара өлең, неше миллион інжу маржан шамаменен, қанша гүлден қазақ тілі бақшасы, қандай дана өлшер қандай бағамен. Ерке тіл, еркелеткіш тілім кенім, еркежан айналайын күнім менің, ақ ботам, қоңыр қозым, алтын айым, қанша рет жүрек толқып сүйінгенің. Жұпарда, қырда алуан гүлдер таптым, өміршең өзіміздің тілден таптым, тіл екен жемістісі жұпарлысы, аялап халық баққан гүлмен бақтың. 1-ші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға ауызша жауап беріңдер. Ана тілінің байлығын көрсетуде ақын қандай тіркестерді қолданған? 3-ші шумақтағы сөздерді оқығанда қандай ойға келдіңіз? Ана тілі туралы тағы қандай өлеңдер білесіңдер? 2-ші тапсырма. Тыңдалым мәтіні негізінде қазақ тілі бай тіл деген тұжырымды Пофус формуласымен дәлелдеп жазыңыз. 1-ші сөйлем: менің ойымша деп бастайсыңдар. 2-ші сөйлем: мен оны былай түсіндіремін деп жазамыз. 3-ші сөйлем: оны мынандай деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. 4-ші сөйлем: осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. 3-ші тапсырма. Нақыл сөздерді түсініп оқып, жатқа жазыңдар. Дауысты дыбыстардың астын бір сызықпен, дауыссыз дыбыстардың астын 2 сызықпен сызыңдар. Ана тілің 60 тілге татиды. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Туған ел тұғырың, туған тіл қыдырың. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Дәптерлеріңе жатқа жаза қойыңдар. Ескерту. Тапсырманы кешкі сағат 5-ке дейін жіберулеріңді сұраймын. Сейін қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.